Қоңыр ауылының әрбір қариясы бір кітап. Ал олардың әрбір сөзі алтынмен жазылатын тарих. Сол тарих жоғалмасын деп, сол естелік ұмытылмасын деп, біз бүгін осы фильмді ұсынамыз. Қоңыр десе, құлағымыз елең ете қалады. Қоңыр жай ауыл емес, тұнған тарих. 10 жыл бойы дерек жинап, оның шежіресін бастадым. Әкем Қалқа Сәтпатқалұлы Сыдықов 1948 жылы жолдамамен Қоңырға келген. Ұрпаққа түсінікті болу үшін Қоңыр ауылының тарихын 16 ғасырдан бастап Қапал батыр Жанысұлы жатқан қасиетті мекен. Ертеректе Қарамола болған сол кезден бастап Қоңыр тарихын кірістім. Бұл тек ауыл тарихы емес, бұл бір дәуірдің бейнесі, бұл бір халықтың жаны. Апайлар, ауылдастар, Нұрлан жақсы бір бастау тарихты шетінен шығарып жатыр екен, Нұрлан содан кейін әнеуінде біраз ақылдасып телефонмен. Сол Нұрланның онысы рахмет, әйтеу, пока үлкен өздеріңіз сияқты негізі жаңағы әнеуінде Исағали ағаның бір нелерін, сондықтан да өздеріңіздің білетін ауылға байланысты, елге байланысты ағайын туыс солар болса шетінен айтып отырып жазып, содан кейін Нұрлан енді оның қалған ретін табады. Сонда оймен жинағамыз өздеріңізді. Осымен енді көріп отырмын, бәрінің еңбек жолдарыңыз, сол Қоңырлар. Сондықтан да бізге де қызық-қызық, сіздердің ауыздарыңыздан қызық-қызық, біз білмейтін өзіміздің қатысымыз болған, өткенде айтады, жинап атқан мағлұмат көп, жазылған дүние сияқты, сондықтан жинай берді. Соны ала келген өзімен бірге. Мен мынандай бір ой тастап едім кімге, Нұрланға. Негізі бұл фильмді, өзінің класстастарын фильмін шығартудың кейін тағы да шыққан кезде үзіліп жатырмыз ғой. Мен Нұрланға бүгін айттым, бұл енді қол тимей жатқан шығар. Негізі мынандай ой болды. Бір үлкен хабарландыру жаса деді. Енді құрметті Қоңыр ауылының азаматтары, Қоңыр ауыл думалары. Бұндай түсіріп жасап жатырмыз, ауылдың тарихын жинап жатырмыз. Енді кімде өзі Қоңыр ауылының Илеш колхозының тарихына байланысты қандай да бір деректер, ата-бабаларының деректері, суреттер, әке-шешесі аттарымен естігенде қандай мәз болады? Ертеңгі журналистер шақырып, түсіріңдер деп ауылды сол түсіргенбіз. Ол да оңай нәрсе емес, енді жаңағы бәрін білемін, бәрін. Сонда Рұстан апам қасында отырып әңгіме сұраймыз ғой, сонда сұрағанда сөйтіп айтатын, аталарымызды, атамыз қайда жатыр деп. Мен де кейін мысалы көкемнен сұраймын ғой, көке, атам қайда жатқан не сұрап алып қамағасыз деп. Ол заманда басына барып Құран оқыту деген дүние жоқ еді ғой. Ондай нәрсеге неге шықса деп те айтқан Исағали жарған. Жоқ, оның бәрін біз шығарамыз. Оның бәрін бәрі кіріскен осы не жайында, мәдениет үй жайында. Кәдімгідей Чапай дейміз ғой, кім фамилия? Оразбай. Жоқ. Саған кім бол? Чапай? Чапайшы кәдімгі. Чапай. Сол жаңағы Арыстанбекке қозғағанбыз соған, қол қойып тұрып, сол жолдауымызды, жаңағы сұрауымызды жібергенбіз. мәдениет мәдениет үйі емес, жатпайды мәдениет. Жоқ, ауылдық клуб деп аталады. Ақша қажет. Оны күрделі жөндеу үшін де бір миллиардтай ақша керек. Біздің мектептің күрделі солардың барлығын қалыпқа, медпункттар бар қалыпқа келтіру үшін блокты, модульді комплексті кешен анандай әкеледі дағымын товар ретінде әкеледі. Оны құрылыс ретінде. Мен өзі осы Алматы облысының Қапал ауданы, Өсігінгі Ескелді ауданында, Қоңыр ауылында туып өскем. Алматы қаласының Петр Ильич Чайковский атындағы музыкалық училищеге, қазір колледж болып аталады. Осы Қоңыр ауылынан мектепті бітіргеннен кейін сол колледжге оқуға түстім. Халық аспаптар оркестрінің баян классына түскенмін. Осы Қоңыр ауылында
7 жылдық мектеп ол кезде сол 7 жылдықты бітіріп мектеп қатарында жүргенде көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып жастардың хорларын, әндерін сүйемелдеп жүретін. Алматы қаласының училищесін бітіргеннен кейін жолдамамен Талдықорған қаласына келдім. Талдықорған қаласының нөмір 1 қазақ мектеп-интернаты болатын ол кезде. Соған музыка пәнінің мұғалімі ретінде жолдамамен келіп, сол интернатта қызмет еттім. Bir жағы осы қаладағы Ильяс Жансүгіров атындағы Мәдениет сарайының жанынан құралған халықтық еңбек және соғыс ардагерлерінің хоры болатын халықтық. Соған концертмейстер болып bir жағы істеп жүрдім. Бірнеше жыл сол қызмет еттім. Жаңағы халықтық хорында. Содан 1969 жылдары біздің Қоңыр ауылында онда парторг боп Дәуешев Жангелді деген біздің ағамыз парторг боп істеп отырып, сол бір жолыққанда ол кісі шақырды, біз қалада жүрсіңдер, әлі бастарында үй жоқ, ауылға қайтсаңдаршы, жаңадан үлкен мәдениет сарайын салып жатыр. Соған келсеңдерші, мына жастарға ие болып, соларды мәдениетке тәрбиелесеңші деген Жангелді аға сондай айтқан болатын. Сонымен соғыстың несі бойынша 70 жыл ауылға келдім. Ауылға кеп, ауылда зав клуб дейді, құлыбына, онда жаңа құлыбы бітпеген кез, салынып боп қалған кез ғой. Соған зав клуб боп кірдім, бір жағы мектепте ән сабағынан сабақ бердім. Сонымен Жангелді ағаның айтуы бойынша жастарды ұйымдастырып жинап, басында дайындалатын жеріміз де жоқ, колхоздың конторының актовый залында дайындалып жүрдік, мектептің сабақ біткен деген класстарында дайындалып, 70 жылға дейін уже кәдімгідей көркемөнерпаздар үйірмесінің қатысушыларын кәдімгідей бір салаға түсірдік. Соныменен жаңа ашылатын Дом культураның ашылуына дайындық бастап кеттік. Биге икемі бар қыздарды таңдап жинап, солардан би үйірмесін ашып, оны жүргізе бастадық. Әншілерді өзім дайындай бердім. Сонымен 1971 жылы Мәдениет сарайының ашылуы болып, сол деге Алматтан ашылуына кімдер келді? Құрманғазы оркестрінің бір бөлігі келді концертпен. Рашид Абдулин деген халық әртісі сол кісі бастап келді. Мағауия Хамзин деген домбырашы адам келді. Тағы көптеген адамдар келіп, концертімізді көріп риза болып, артынан жаңағы Абдулин, Ришат Абдулин кәдімгі жастарға батасын беріп, салынған Дом культураны құттықтап, осыны көркейтіңдер, өнерлеріңді өсіре беріңдер деп бата айтқан болатын. Сонымен ауылда сол ансамблімізді құра бердік. Ансамбліміздің атын Жетісу толқындары деп қойдық. Тәте, сізге бір сұрақ, сіз енді өзіңіздің туған жеріңіз? Менің туған жерім Ақтаста. Ақтасты ғой, енді? Ақтаста. Осы Қоңыр түлегімін. Енді еңбек жолыңызды? Еңбек жолымды 60 жылдан бастап, 60 жылы оқып бітірдім ғой. Оқып бітіргеннен кейін осы Қоңырға келіп, сауыншы болдым. Сауыншы болған себебім, оққа түсу үшін әлі 2 жылдық не керек болды ғой, стаж керек болды ғой. Сол стажды алам деп, сол Ақтастыда кәдімгі сауыншы болдым. Қай жылы? 61-62 сол жылдар. Ол кезде Ақтасты бөлек қалқылы? Ақтасты бөлек онда. Ақтасты бөлек онда. Ақтастыда бөлек, онда Қысқыбұлақта бөлек, Ақсыбұлақта бөлек, Ұзынбұлақта бөлек, бәрі бөлек. Ақтасыда кім бастық ол кезде? Ақтастыда ол уақытта ешкім бастық болған жоқ. Ешкім бастығымыз, отдельно нелер болды ғой.
Бригада болды ғой енді. Осы бұлақ Қай жылдар? 60 жылдар. Өзі біздің қай жылдарда болды? Біздің ана деймізде, мысалы біздің мына колхоз құрылды ғой. Құрған кезде 30 жылдан 60 жылға дейін бізде вообще колхозда архив болмаған ғой. Архив деген жоқ. Мысалы. Сақталмаған. Сақталмаған, шыбақта. Біз ана елдің, мен Адел-Қадырда болдым. Сенің әкең кассир болды. Сонда кәдімгідей Сенің әкең кассир болды. Оған кейін деген. не сұрап келеді ғой. Еңбектерін сұрап келеді, нелерін сұрап келеді. Оларды жұмыс жасағандарын сұрап келеді. Сонда сол бізге кәдімгі қағаз берді архивте. 30 жылдан 60 жылға дейін Қоңыр ауылының ешқандай несі Содан Қоңырға қай жылы көштіңіздер? Қоңырға содан қай жылы көштік? 70. Біз Қызылжұзда болдық. Ол уақытта Керімнің шопыры болды өмірдай. Мен жолдасын. Білеміз. Сонда біз Қызылжұзда тұрдық. Қызылжұзда тұрдық. Содан Қызылжұздан 64 жылы ғой дейді. 64 жылы Қоңырға келдік. Біріккен кезде Ол уақытта колхозда үй салына бастады ғой. Сол кезде Керім аға бастық па? Ол уақытта Керім бастық. Керімнің шопыры ғой енді. Білеміз. Ол енді күндіз-түні солда жүрді, еңбек етті. Керім деген күндіз-түні жұмыс жасады. Шынын айтқанда. Ол уақытта біздің колхозда 80 той болды. Ақтастыда мысалы сауын күрті болды. Қапшағайда сауын күрті болды. Қапшағайда кәдімгідей не болды? Бойдақ малдар болды. Оның кейін кәдімгідей мына Қызылжұздың ана несінде имашпаз деп отыр ғой. Сол имашпазда кәдімгідей жылқы емес. Не болды? Бойдақ мал болды. Тұра тұр енді ол. Бойдақ мал бақты имаш. Ал енді сіз енді сол 64 жылы ауылға келсеңіз, ауылдағы енді сіздің көз алдыңызда саналған шығар енді колхоздың конторы, жаңағы мәдениет сарайы, мектеп, интернат. Бәрі салынды сол уақытта. Ол уақытта интернат болды. Интернатта Шабанның балалары оқыды кәдімгідей. Үлкен дәу интернат болды. Ол уақытта больница салынды. Больница деген кәдімгідей военный госпиталь оқып салды. Біз Қытайға жақынбыз. Бізде военный госпиталь деп кәдімгідей жүгіріп жүріп салды. Детский бөлек болды. Кейіне салды ғой? Кейіне салды. Инфекционный бөлек болды. Инфекционный бөлек болды. Күшті болды больница. Ауданда ондай жоқ. Больница вообще район ондай ауданда болған жоқ даже. Хирургическое отделение. Жоқ, ана ескі больницада айтады ғой, көкемдер, біз дүниеге келгенде Сақып Жамалда деп бәріміздің кіндігімізді кескенде. Ол сонда ескі больница жоғары жақта болған ғой? Ол больница Доғатайып Шәрбе Қабаш отырған үй бар ғой, соның орнында больница болды. Ол кім тұсында салынған? Ол енді, ол да Керім тұсында салынған. Сол больница Бірінші ол бір ветеринарный не болды, соны не болды ғой, е? Бірінші больница кәдімгі жолында, қазіргі Моншаның орнында болды. Моншаның орнында болды. Одан кейін Қарлаш отырған жерде болды. Кейіннен болды. Бірінші Моншаның көтелі бәрі сонда істеген. Бүкіл сол ауылдың балаларын соғыс туғызбаған. Көкемдердің бәрі айтады ғой, біз Сақып Жамалда деген кім? Бәріміздің шешеміз соғыс дейді ғой айтыр. Ауылдалар бәріміз шешеді. Сол жылдар туған. Біз 90% шығар, енді бірақ мен 67 жылы дүниеге келгенде біз Қарабұлақта мамам босаныпты. 67 жылы біз Талдықорған ауданына қарап тұрғанда Қарабұлаққа жүріп сол жерде туыппын мен дүниеге. Енді Қарабұлақ аудан болды ол. Соны айттым, сол уақытта 67 жылы аудан орталығында сонда жүреді екен. Сол кезде туған бала, Қоңырдың балаларын бәріміздің кіндік шешелерін Сақып Жамал дейді бала күнінде. Мен жалғыз соғысы. Соғыс 43 жыл тудым. Сонда менің кіндік шешем соғыс болды. Кейінгі анау 58 жылға кем айтады біздің кіндік шешем. Соны ойлап 66 біздер мен 67 ма? 8-ші жылы туды Айгүл біздің тұңғышымыздың да кіндік шешесі Сақып Жамал деп. Тарих деген сол емес. Ол кісінің өмірбаянын несін біледі, мына кімдер біледі ғой. Өзінің қызы бар ғой, Майра деген. Сосын ғалым деген баласы бар.
Майрада сен телефоны бар менде? Онда әрқайсысы сен кім Гүлнар Майрада теңмен бір сөйлесіп жіберді, ситуацияны түсіндірсең, ол кісі Нұрлан хабарласады. Сосын ана бір Раушан Жәнібекова деген апай бар ғой. Қазақ тілі қоғамын басқарған осы қалада қызмет жасаған кісі. Ол кісі де біздің ауылымыз екен ғой, иә? Сол кісіден де білетін болса тарихын алу керек шығар. Енді ертерек кетіп қалдым демесе. Ол кісінің әке-шешесі сол ауылдың кісісі. Ол өскен жері қоңыр ғой. Оқудың күркесін тәте, енді 64 жылдан сол 70 енді 71 жылы Керім аға, Өміртай аға сосын жаңағы ішінде бір бала болды ғой. Тоқтар Баязов. Енді сол жаңағы жол апатынан қайтыс болды. Содан кейін ауылда енді бастықтар ауысты ғой. Ой, одан кейін неше бастық келді? Бейсбай келді. Селек деген бастық келді. Бейсбайдан кейін Асылов келді. Иә, Асылов келді. Асыловтан кейін кім келді? Мен папам келді. 109 жыл январ айында папам. Асылов салды. Содан кейін кім келді ана? Құрманғали болды. Пападан кейін келді. Құрманғали жас жігіт болды, жас жігіт. Кім еді? Зене Партолог болып жүрді ғой. Содан кейін барып Әсетов келді. Неміс тілден. Бөлектен кейін Ешжанов келді, иә? Ешжановтан кейін жасап болды. Енді Керім Ақсақалдың несі сонда күші. Көктемде қояндының бәрі су басып кетті. Военный көпір алып келді. Военный көпір. Соны Қызылағаштың Алашдин арнасына тастады көпірді. Одан кейін ол солдаттар штабта бір үйде жатты, соларға тамақ керек болды. Мен жаңа водовоз айдеймін. Әміролда екеуміз салып берді, Әміролда прораб. Соған Алашдиге барып су алып, әлгі көпірден өттік сонда көпір. Қойдың бәрін сол көпірмен өткізді. Керім марқұм. Ұйықтамай. Содан кейін бір жеті жүріп, содан кейін барып аварияға түсті ол кісі. Бүткіл қойлардың бәрін өткізіп. Сол аварияға түсетін күні бұлар кәдімгідей көктем ғой. Көктем кәдімгідей мал қожыл санағын алған кезі ғой. Сонда бүкіл ағарды ағылаған ғой. Бүкіл ағарды түнімен ағылаған. Түнімен ағылап таңға жетті. Сосын кейін әр жерде ешқандай дем алмай, нәнім етпей, Өміртай вообще дем алмаған ғой, ұйықтамаған. Содан бұлар енді болысқа келе жатқан ғой. Таласпайдың несіне кеткен. Енді ана Қасында бір бала бар дейді ғой тағы. Бала бар, иә. Мол өнім алып жатыр ғой енді. Қойдан 185 сонда қозы алып жатыр. Соның кейін соны рапорт берем деп Талдықорғанға кетіп бара жатқан ғой. Сол Талдықорғанға кетіп бара жатқан кезде военный болды ғой, военный. Аэропортта тұр. Аэропортта. Содан арзаны дүкендеу машине. Көн кәдімгідей. Мазынасына кіріп кеткен. Военный машине. Сол как раз бізде не болды ғой, завхоз. Сол кешелік Талдықорғаннан келе жатқанда сонда көресің. Танығанда ана кісіні танымайды енді. Бірақ машинені таниды. Машинені бізге келді. Гастилер дейді де, сонда бізде. Содан кейін әр жерде танығаннан кейін ойбай мынау біздің машине ғой деп. Содан әйтеуір ары қарап бері қарап тұрып енді білген ғой енді біздің ауылдың нелер екенін. Сонда үш кісі бірге кетті ғой. Соның алдында мен Чапайдамын. Кешір бөлген. Чапайда, Байгелдин Чапайдамын, зат бермеді. Сол енді қызмет бабында жүрген адам ғой, көрдің бе? Соны солай кетті. Содан ана судың бәрін алып кетті ғой. Саят Өрікбаев. Жаңа трактор екен, кәдімгінің жанында өтетін әлгі судан өтеді, көпірдің бәрін алып кеткен. Сол жерге Саятты апарып қойды. Сар трактор жаңадан шыққан. Соны біз аржаны Чапайдамын, мен Чапай екеуміз келе қалдық. Бәрін түгіл сүйретіп, өткізді зат берменің мәшинелерін. Мен жаңа водовоз айдеймін. Неге Балтабайға келдік. Балтабайға келіп, сол жерде жиналыс ашты бұл кісі. Жиналыс аштыдағы әсемет басылайын деп жатыр. 2 күннен кейін осы жерде отчет тапсырасыңдар деді. Содан кейін жарайды көшіп келген артықлар бар. Біз Чапай екеуміз отчетін жинап, қайтадан Қояндыға кеттік. Таңертеңгісін Керім марқұм сол жерде айтты дағы, қалды.
Енді біз кетіп қалдық жұмыс Шапайменен. Сонымен бөктерге көшіп келген тоқтылардан отчетін алып дағы Шапай үйіне барып жатып тәртеңсін. Қаракөлде штабтың жанында Қаракөл бар. Сонда Үсен Ақсақал қойды. Сол кісінің отчетін алмай бердім, сол кісінің жылдан барып келекші деді да, сонда келдік жылдан. Кеберік, сол жерде Мәрке Ақсақалменен кім ғалымның әкесі Сапарғали. Сол келе қалды. Келді дағы біз отчетты алып, енді шай ішейік деп отырғанымызда сол келді дағы. Сол нені айтты кеше. Шақырған екен. Сразу ана кісі молалығы келсе, кім сол Сарқытбай Ақсақалдың баласы бір жаққа кетіп баратқан ала кетіпті ана кім? Тоқтарбайдың баласын. Сол әлгі бала отырған сол молалыдан отырыпты. Содан кейін осылай деп хабар келді. Ой, Вера как раз босанған неде, штабта үйде. Содан кейін Вераны салып алдым, Шапай екеуін кеттік. Әр жерде көпірден зорға өтіп, ауылға кетіп. Өмекенің мұна жақта кімнің Тоқтарбайдікі, Керім Ақсақалдікі, ауылды вообще мәшіне қаптып сылмай. Ауыл азан бар. Міне солай болады. 73 мартта, 26 мартта. Марттың отчетін алған. Қариялар сөзі ұрпаққа аманат. Қариялар сөзі жүрекке жетер шындық. Қариялар сөзі халықтың сарқылмас қазынасы. Ал енді сол заманға келсек, аға, сіз сол кездегі өзіңіздің өмірбаяныңыздың басы, соның қызмет жолыңызды сол кездер ғой, сіздің жас маман болып жүрген кездеріңіз шығар деп есептеймін, жастарыңызға қарап. Сол ауылда тұрып өстім, алпысты бітірдім мектеп. Содан кейін механизатор болдым да, сол кейін кеттім, әскерге кеттім. Әскерден келгеннен кейін техникум болды, содан техникум бітірдім 73 жылы. Содан кейін келгенде сол ауылда учетчик болдым. Учетчик болып жүріп, ауылдың еркін күрестен балалар тәрбиеледім. Кешкі таман босатты бастық, жақсы кісі болған бастық деген. Сол айтты осындай көмектесейін, бригадирге айтып қойып, сағат 6-тан 8-ге дейін жетіспейсің балалар тәрбиеледі. Содан учетчиктен бригадирге ауыстым. Бригадирге ауысқаннан кейін енді еріксіз күрес тастап, Руслан марқұм болды, кім болды, Дәулет болды. Солар соң Африкта дамытпай қойды. Сонымен бригадирден кейін 5 жыл бригадир болды, 5 жыл учетчик болды. Бригадирден соң кейін мамандығым бухгалтер болды, бухгалтер есептеген. Ана осы совхоз ашылды да, зам бухгалтер болып жүрген Шәрімбай деген жігіт болған. Соның зам бухгалтер болды, 80-ге дейін. 81-ден 84-ге дейін. 84-те ғалым экономист болды. Содан кейін 87-ден зам председатель болдым, колхоздың орынбасары, басшының орынбасары болдым. Содан кейін барып прораб болдым. Содан кейін барып әкім болдым. Одан кейін барып ауданға, облыстарға, райстатқа статистика жасадым. Содан кейін біздің ауылдың бір тарихы туралы енем айтып отыратын, Гүлнәрдің папасы туралы айтайын. Ол уақытта бір сиыр 5 қойғаны рұқсат еді деген. Ол бар үйде бар, жоқ үйде жоқ. Менің енемен жалғыз үліп, жесір әйел болған, 3 баласы бар. Баласының үлкені Орзай, бұл солдатта 4 жыл Владивостокта әскери қызметте болды. Содан енді ол уақыттағы премия деген енді шығып жатқан ғой. Соны апамдарда мал жоқ екен. Содан енді мал жоқ, жаңадан елдің бәрі енді соғыстан кейін көтеріліп жатқан. Апам соны ылғайды өмір бойы айтып қоймаушы еді. Қырманда ол кісілердің ауыр жұмыс жасады ғой, менің шешелерім Әлқия, Қатипа, екеуі жаңағы менің енем, енді Алла тағала өзі кешірсін, Сарапа, Науқанбай ағаның шешесі Нұрапи апа өте үлкен ауыр жұмысты, ылғайды өгіз арба айдап, молалыға бидай тасиды екен, түніменен ол кісі күндіз қырманда
бидай тазалайды екен. Оның түнімен өгіз арбаменен ана неге онда жай мөшік емес 60 пұт дейді ғой, ана тоқылған қанарлар, соны қалай арқалап түсіреді деп ойлаймын. Сонан айтады, сонда еңбегіме Қожағұл қырманның бастығы болып жүргенде маған 1 майда сарбас қойып сыйға берді дейді. Сыйға берді, айналайын, содан кейін дейді қорама қой бітті дейді. Әлгі енді келесі жылы егіз туды дейді, одан кейін жемедік дейді. Қарашы енді, жемедік дейді. Әлгі егіз қозыдан барып 6 қой болды дейді, одан сиырымыз болды дейді. Содан бір күн енді қиыншылықты көп көрген адам ғой. Отырсақ, таңертең тұрсақ, қорамыздың ортасы неге түсті дейді. Түгел қопарылып түсқатты. Ой дейді, ана жылап, еңіреп, әлгі сорлының алдында сорпа тұрады деп, жылап, еңіреп, бәрі енді мал қырылды ғой, түк қалмады ғой деп барса, бір сиыр 5 қойы мынандай қораның бұрышында аман қалыпты дейді. Соны ылғи апам айтып отыратын, Қожағұл маған сондай сарбас таулық қой берген премияға. Содан бастап менің қорама мал біткен деп ылғи айтып отыратын. Содан барып менің қорама мал біткен деп ылғи Қожағұл ағаның несін айтып отыратын өзінің тарихында. Сонда енді енемді операцияға түсіп ауырып неткенде хирургтар айтыпты, мынағысы аварияға түскен ба депті. Жоқ деп, мыналар айтқан ғой, жоқ аварияға түскен жоқ. Бір сау омыртқа жоқ, бір сау қабырға жоқ. Бәрі майысып кеткен дейді. Енді ауыр жұмыстың... ауыр жұмыстың несі ғой. Ол кісі ана күндіз жұмыста жүреді екен де түнде енді арқалап үйіне сабан, отын бекен, немесе шөп бекен арқалап келе жатқанда мыналар апалар әлі жоқ, түн болғанда бүйтіп анау қырманның жотасынан нетсе бірді шөмелі домалап жүріп келе жатыр дейді. Сөйтсе сол біздің енеміз екен, ананы арқалап. Ішінде бір шелек бидайы бар. Ішінде бір шелек бидайы бар енді. Ана шөп өзіп жатқан сияқты. Шөп өз қозғалып жатқан сияқты саламыз сонда, білесің? Асты бәрі қараңғы. Жотадан кейін аспан ғой. Битеп қарайын. Сол қарасаңыз келе жатады. Жаңағы ескі байлыстар ғой, соның аяғында баз болған. Сол кейін кезде жылқы ма, сиыр ма асырады. Соларды жұмыс жасайды, кешке таңда ақырын алады, сол мал үшін. Тура бір әлгі ешәләлі тапқан мен Ақтастыда туып өстім. Сол кейін әкемізді кәдімгі айтып кеткен ғой. Ол кісі сол уақытта апатты болыпты. Сонда бай деп көрсетіп берген ғой. Өзіміздің Ахмет деген кісі болған екен сол уақытта. Қоңырда. Кәдімгі бригадир болып нетіп жүрген нелер ғой. Өзіміздің көлдейіміз. Менің әкемді көрсетіп берген ғой. Көрсетіп сол. Менің әкем Тұрсынғалидың әкесі менің әкем ғой. Сол Биғали деген кісіні апатты болғаннан кейін айдап берген ғой. Сол айдап кеткен, содан ауылда болып кетті. Сіз сонда Тұрсынғали ағаның туған қарындасы. Көп нәрсені білмейміз енді. Мазақ апа деген кісіге көмектесуші еді. Сол кісіге білем әйтеуір папамдар көп көмектесу. Қайып Жамал ма біздің? Сол кісілерге папамдар өте көп көмектесетін, қамқорлық жасап жүретін әйтеуір. Мамамда папамда бір шөп сұрап келсе, малымызға шөп жоқ десе, не десе, әрқашан көмектесетін. Ол уақытта сол Мазақ апаға Тұрсынғалида көмектесетін. Сенің әйтеуір кішкентай кезімде сол Мазақ апаның үйіне тамақ апаратын. Қожағұл ағаменен Тұрсынғалидың екеуіне ғой. Екеуі туған бөлек. Тұрсынғалимен және Қожағұл аға туған бөлек. Туған бөлек екен. Туған бөлек. Өткенде ғана білдім. Екеуі бірге сондағы үшін. Ана үлкі шешелері. Мысалы Ықшан апа, кәдімгі Тұрсынғалидың туған нағашы апасы. Екеуінің шешесі бір туған ғой. Күзі көргенмен Айнагүл тәтелерінің шешесі бірге туған. Демеубайдың үш қызы дейді ғой. Сол Демеубайдың үш қызынан тараған ұрпақ қой жаңағы.
Содан кейін мамам марқұм айтатын еді ғой, келін болып түскенде жаңағы 3 үйдің 3 қыздың балалары бір үйде тұрады екен. Ал енді 12 бас адам дейді. Кімше? Тұшынғанға дейін кетеді ғой жайлауға. Тоқал там бар еді ғой, батпақтан салған. Бір неміс апа тұрады деп. Жаман орыс дейтін еді ғой. Біз енді Жәкелді ағалармен, Нұржандармен көрші тұрдық қой, жанында бақшамыз көрші. Одан кейін мына жағымызда Саят ағалар тұрды, ана жаңа сіз айтқан. Өркбаев Саят ағалар тұрды. Венгелме. Содан жаңа немка қайдан келгенін, немка екенін білмеймін. Оның баласы қай жақта, бір Россияда бір жақта тұрған. Фотограф па бірнеке баласы. Суретші. Суретші. Бір какой-то бір қай жылы бір жылы келді бұл баласы. Бір келіп, сол кемпірді кәдімгідей алып кетем дегенде ол кісі бармай қойды ғой. Жоқ, аяғынан мынандай сабаннан әлгі не деші лапчик жасап киіп алып жүретін еді ғой. Сосын үйдің жанына келіп біз жетінен үлестіреді ғой қазақтың. Сонда есіктің алдына келіп отырады. Соны жаңағы жетінен береміз, жаңағы тамақ береміз, әлгі салып алады да кетеді. Жаңа Гүлнардың сөзінен нетіп отырмын. Өзімде мақтан қылып айтайын, менің өзім төркінімде де сондай ауыз бірлік болды, сендер бөле деп отырсыңдар. Біз кімнен туғанымызды білмейтінбіз, бәріміз бір үйде өсіп. Бәріміз бір ғана үлкен апаға түгел. Даже біздің шешелеріміз үлкен, ең үлкен шешеміз Кәтіш апаға. Ол кісі Жаңбырбайқызы қадірсіз екен. Иман Шәріп деген ең үлкен әкеміздің бәйшесі. Содан жаңағы барлық абысындары жұмыс жасайды да, барлық табыс бірақ үйге кіреді. Көрдің бе ауыз бірлік қандай біздің? Содан кейін даже мына Орзайдың әкесі апам айтып отыратын, енем айтатын, жалғыз адам болған екен біздің атамыз. Сонан мінезі шатақтау ғой, біреумен төбелесіп баса, сені көп бала сөйтті, 10 бала сөйтті де үшеуі ғана тұрғап. Сен қубасың, енем әдемі болыпты. Сен қубасың, сенің артыңда бала жоқ десе, Назарбайдың 5 баласы тұрғанда менде жалғыздық жоқ деп айтады екен сонда. Атам, Алла аузын саған ғой, мен алатын білген ғой баласын. Содан енді шешелеріміздің, 4 шешеміз тапқан табысын бәрін бір үйге әкеп, сол бір үйде бәріміз жеп, қасымыз кімнен туғанымызды білмей өстік шындаса. Бәрі сол үлкен апама ғана, Кәтіш деген ең үлкен апамызға қатты нететін. Одан кейінгі шешемізді Кіші апа дедік, одан кейінгілерді апа дедік, Зағипа, Алқия деген абысындары болды. Содан енді Алқияның күйеуі Омар соғыстан қайтпай қалды. Москваның түбінде орманда жерленген екен. 43-ші жылы, 44-ші жылы Шайхмет әкеміз Эстонияда өліпті. Содан ана Оспан қайтып кетті. Оспан қайтып келгеннен кейін, Оспан енді колхоздың ең бірінші қатты дөңгелеп шыққан машинесі бар ғой, сол машинені ең бірінші айдаған сол біздің Оспан әкеміз екен. Колхоз алғашқы құрылғанда бірінші шофер сол Назарбай Оспан болған екен. Мұратбек Бауыржан деген бауырларымыз ғой. Солардың әкесі. Мұратбек ауылда тұрды ғой. Ол кейіннен кейін. Бауыржан деген Ағашкеде тұрды. Атамыз сол. Солардың әкесі. Содан ол кісі өзі әдемі болғанда, әкеміз 5 әйел алған екен. Ылғи сұлу әйел алған, бірақ біреуінен де бала тумапты. Содан енді мына Омардың әйелі жесір қалды ғой, соғыста. Содан менің үлкен апам мына мені шешемді аласың депті. Мынау бір жақ Санат деген ең үлкен бауырымыз туған ғой, әкесі өліп қалған Санаттың. Мынау шешеміздің ақылдылығы сондай. Егерде мынау жас әйел, бұның балағынан бала ағып тұр, мынау баланы алып басқа жақ кетсе, мынау Санат басқа елдің ұлы атанып кетеді. Сондықтан сен мұнан аласың деп зорлап. Егіздің сағына Егіз Оспан Омар егіз болған. Сонан енді ол кісі мен сияқты қара болған екен. Соны ой, мен мұнанда ылғи сұлу әйелдемін, мен мұнанда қара қатынды алмаймын. Аласың деп үлкен апам екеуі бір үйге қамақ тастап, әйтеуір екеуі қосыпты. Содан кейін балалар туыпты. Бір күні апам айтады, үлкен апам айтады,
далаға шықсам бір сұлу қатын сылаң қағып жүр, оспанның ар жағынан бір жағынан бір шығып, сен неғып жүрсің десем, мен оспанға тиейін деп тиюге келдім. Оспанға тиетін болсақ 4 қатын отырмыз үйде. Саған оспан жоқ деп әлгі қатын апам қуып шығып. Сондай тарих бар бізде. Сондай ауыз бір деген. Одан кейін әкем завферма болып жүріпті да, онда бір ешкі өлсе, бір қозы өлсе, немесе бір қой өлсе соттайды. Завферма болын. Ол сотталған екен, сонда үлкен апамның ауыз бірліктігі дәу тай немене үлкен ненің несі қойдың терісіне салынған сары майды апарып әкемді түрмеден шығарып алды. Сіз сонда біздің үйде тұрғансыз ба? Мен сендердің үйлеріңді бір жыл тұрдым. Оқу кезінде? Тұрсынғали бұлар неге кетті ғой? Жайлауға көшіп кетті ғой. Зат бермей ол уақытта, қойдың зат бермес. Олар ана жайлауға көшті, жайлауға барады, қыстауға көшті, қыстауға барады, семьясы сонда тұрады ғой. Сондай заказ берді ғой, келін. Сонда мен енді тұратын үйім жоқ қой. Жұмыс жасап жүрмін. Сонымен кейін мені сол сендердің үйлеріңе тұрғызып кетті. Апам бар ма? Иә, онда ол уақытта Ыршан апа бар. Иә, бірге. Сол Ыршан апа бар. Ыршан апа енді өзіміздің неміз деп Тұрсынғали. Сонда сіздің шешеңіз бен Ыршан апа бірге туып отыр ғой, иә? Жоқ, бірге туып отырған жоқ. Тұрсынғалидың шешесі менен Тұрсынғали екеуміздің әкеміз бірде, шешеміз бөлек қой. Шешелеріңіз? Иә, шешеміз бөлек. Тұрсынғалидың сонда жаңа айтып отырмын ғой, Демеубайдың 3 қызы деп. 3 қызы сол жаңағы мына кісінің қызы, мына кісінің апасы, иә. Соның кейін мына Айнагүл тәтенің шешесі. Иә, соның кейін танымын. Тұрсынғали ағаның шешесі. Иә, Тұрсынғалидың шешесі. Сонда енді күйеулері қайтыс болып кеткен. Сонда ең үлкені Тұрсынғалидың шешесі екен. Ең үлкені Тұрсынғалидың шешесі екен. Оның кейінгі кім екен? Мына кісі екен. Қожағылаған нешесі. Ана кімдердікі ең кішісі екен. Күнсұлудың. Иә, Күнсұлудың шешесі. Оны енді Мұратбек аға бар, Есмұрат аға бар, Айнагүл тәте бар. Енді мамам айтқанда жаңа 12 адам бір үйде тұрады дейді, келін болып Ол біздің әпкеміздің жуастығы ғой. Иә, мамам айтады, сонда да етті асамыз дейді. Етті асып соң кейін қазаннан әкеп етті қойып сорпаны құйып әкелгенше тамақ жоқ дейді. Тамақ мамам қалмай қалады екен, 12 мас берген олмаймыз ғой. Түніменен көрді олардың аяқ киімдерін жуып кептіріп, бәрін таңертеңгісін жұмысқа барғанын дайындап қоямын дейді. Таңнан сағат 4-тен тұрып солардың жағдайын жасаймыз. Таңғы 4-те тұратын мама. Иә, таңғы 4-те тұратын, өте таза, сондай. Содан кейін сондай жуас. Мына үйдегі бір нәрсені далаға шығарып көрмеген әйел ғой. Сондай дейді. Қандай үйде болып жатқан дүниені сыртқа шығарып өмір көрмеген. Қандай не болса да Өз айтатын бәрі үйдің ішінде қалатын. Калиникада қар жауылдың қызы ғой енді. Сондай жақсы, мен жақсы көретін ол да. Сондай айтады, мені әкем осы қожабылға әкелеріне атқа мінгестіріп жүреді, осы адам боласың, осыған үйлен деп дейді. Сонда папам барып ана бір қыз қууда, папам мамамның атқа отырып шапқан, енді Олжалғас деген үйде 5 қыз болған ғой. Мамам 5-ші қыз болған, атын Олжалғас қойған екен. Сонда енді ол тусын деп қойған ғой. Соны кейін мамам туған кезде әкесі алыпты да, рахмет атам. Әйелім 4 күніне қуып жүреді, 5 қыз таптым деп. Ол болды ғой. Соны кейін қуып жүрген кезде үйіне келген ғой, сөйтсе, келін қайда? Ол тағы да қыз тапты, қуып жүрген кезде шешесі сабапты дейді баласын. Айналайын-ау, Аллаға қарсы шығасың ба? Қыз тұрмақ, қызыл жүнге елдер зар болып жүр. Бар да алып кел деп. Сонда алып келгеннен кейін мамам 5-ші қыз ғой, Олжалғас деп қойған. Үйге келгеннен кейін соң кейін Қырықбай деген жалғызым дейді, жалғыз бауыр тұрды ғой дүниеге. Жалғыз бауыр. Содан кейін жаңағы ол сияқты асыраған ғой, мен өмір қыз сияқты асыраған жоқ дейді. Атқа мінгізеді, әкем өгізге отырғызады, отынға барамыз, жайлауға барамыз, сонда барлығында еркек бала сияқты киінем дейді, сымның бұтында өскенше өзін жаңағы еркек бала сияқты қыз екенін білген жоқ дейді. Содан кейін қыз қууда қатты атқа шабатын қыз болған ғой, сонда көзге түсіп папам сонда мына қызды аламын деген екен. Сонда папам айтады әкелеріңе, әкем отырғызды да осыменен үйленсең адам боласың деп мен атқа мінгестіріп жіберген деп. Сөйтіп келген деп. Ол енді тарих қой. Иә, бірақ енді осы біздің ауылымыздағы
Жаңгелді ағалар көрші ғой енді, нағашымыз деп, бауырым деп, мамамдар. Ал енді Тілеубай ағалар 4 сары мамамның, апамның, әжемнің бауырлары ғой енді, Аршан апам. Сол кісілерге өмір атын айтпайды, нағашылар дейді. Мен айтам, мына кісінің аты нағашыма деймін ғой, кішкентаймын ғой сонда. Сөйтсем жоқ, бұл кісіні біз айтуға болмайды атын бұл. Ана әжеңнің бауыры дейтін, Жаңгелді ағаларды өзім бауырым дейтін, иә, сұмдық бауырмашыл ғой. Сіңлім деп ол. Қазір ойлаймыз да керемет халық ана жерде тұрған. Бірнеше ауылдан құралса да қандай тату тәтті өмір сүрген. Тәтті. Береке бірліктері ажырамаған біздің ауылдың адамдары. Біздің енді кішкентай болсақ та Керім аға да Жакем деп отырған мен, Жаңгелді менің бауырым ғой. Сол кісілер бәрі біздің кішкентай күнімізден тәрбиесін көріп өстік қой, сол кісілердің еңбектерінде көріп өстік. Сол кісілердің тәрбиесіменен оқып жетілдік, жан-жағымызды таныдық. Оразайдың шешесіне рахмет. Кішкентай күнімнен 18 жасында келін болып түсіп, сол кісінің тәрбиесін көріп, оқып, диплом алып, енді сол кісінің арқасында 7 баланы дүниеге әкеп, алтын алқаның иегері болып енді отырмыз қазір. Сонда Оразай Шауқат апаның бауырының баласы ғой. Солай ма? Иә. Солай ғой? Иә. Не? Шауқат апа айтып отырады, Оразай менің бауырым. Иә, Шауқат апа жалғыз қыз. Көкжасардың шешесі. Көкжасардың шешесі. Одан кейін Күлжамила деген кісі бар. Сол біздің атамыздың қарындастары екен. Атамыз жалғыз. Сонда әлгі баяғында кім Төлекбаев не болды ғой? Құдамыз аты. Сонда жиналсашы менен хал жазды. Сонда бейді, күләш дейді. Мына қоңырда дейді. Бірінен бір төшпес той. Біреуі жиен дейді, біреуі қарындас дейді, біреуі бөле дейді, біреуі тағы туған бауырым дейді. Әйтеу қойшы дейді, бір адам бөтен жоқ жүрді дейді. Бәрі бірін-бірі нетіп кеткен әрден дейді. Мысалы біздің Қызылжұзда келін болып түстім ғой, Қызылжұз деген ауылды. Сонда сол Қызылжұзда тұратын адамдар бар ғой. Мына сен 4 сарысың ба, сен тасыбайсың ба, сен көлдейсің ба, жоқ бөлмейді. Бәрі бір не. Сол қазір енді сол Қызылжұздың жігіттері бар ғой, мені жеңге дейді. Мені Тасыбайдың әйелім ғой. Олар 4 сарлар. Иә, мынау кім? Сәбит бар емес пе? Сәбит, кімдер, солардың бәрі меған ғой жеңге дейді. Сен бізге жеңгесің дейді. Мен саған қалай жеңгемін, сен 4 жарсың, мен Тасыбайдың қатынымын деймін ғой. Сіз Тасыбайдың әйелі екеніңіз қазір естіп отырмын ғой? Иә. Қазір естіп отырмын. Енді жеңгешім. Тасыбайға тидім ғой енді. Иә. Сіздің балаңыз мен бауырым болды ғой. Енді сонда кім Өміртай аға мен Сәбит Ғабиттер мен солар туған іздеп есептеп жүрмін. Есептегенде соны айтып отырмын ғой. Ауыл бөлінбеген. Ауыл шырақтар бөлінбеген. Абылай туысқансың? Жоқ, мен 4 сарымын, мен Тасыбаймын, мен сондаймын дегенде мысалы. Бұның бәрі Қызылжұз, Ұзынбұлақ, Қоңыр үшеуі бірге болатын. Бірдей. Ал енді мына Тасбұлақ келді, Қапшағай, Ұзынбұлақ, Қызылжұз, Қоңыр осы 4-еуі бірге болды. Ал енді бұны Тасбұлақ, Ақтастық, Ақтыма, Қызылжұз емес, солар көшпегенге мысалы Тұрғанбек, Чапай, Санат, мен, Меліс, Әміролда бәріміз бірге ойнап бірге жүретінбіз. Ғалым, олар жас болды бізден көрі. Содан бір-бірімізді қай ел екенін білмейміз. Таңертеңнен кешке дейін түніменен ойнап бірге жүретінбіз. Содан кейін колхоз бәрі бір колхоз болды ғой. Бұлай болған екен. Бимәнің тәте бұлардың бір атасына қосылған екен. Ол соғысқа кетті де келмей қалған екен. Енесіменен жесір қалған ғой, Бимәнің тәте. Соның жесір қалғаннан кейін Танкілаға біздің ауылда, оның да туыстарын айдап жібергендағы Танкілада жалғыздылық болып біздің ауылда жүріпті. Содан кейін біздің енеміздің айтпала қойдым сол енеміздің аты. Көрегендігі сондай келін айтты. Қарағым, қарағаз деген ғой баласына. Менде бала жоқ, қу соғыс жалмады, сенде бай жоқ.
мына тәңкілді қолымызға кіргізіп алайық, бұл саған бай болсын, маған бала болсын деп тәңкілді қолдарына кіргізіп алып, ана үлкен енем. Содан жоқ, енеміз әкес. Содан біздің ана енеміздің үйдің артында, кілеттің артында бір тоқал бұрынғы тамдар. Сол үйде бір басында солар тұрыпты да, бір басында апамдардың, енемдердің өздері тұрыпты орысайлар. Содан ана Диман тәте қызметкер шолақ етек деп айтатын ғой, комсомолдың бір нәрсесі қапалға кетеді. Сонан Орза екеуін бірге емізеді екен менің апам. Енем, Орзайдың шешесі. Содан бұл ойлайды екен, кішкентай күннен емшекте бірге емізді, екеуінің арасы бір ағай. Мына октябрьде ол толады 82-ге. Содан кейін екеуі сол білмеген сол төрт қарар дегенді де білмейді, Өтебай дегенді білмейді. Содан енді екеуі жігіт болып, біз үйленіп неткеннен кейін, енді ол да үйленгеннен кейін бәрі бір жерге отырмай ма, бірігіп отырғанды бастар қосылды. Сен қаяқсың, Саян қаяқсың десе, Әміролда айтты, мен Өтебаймын деп. Соны мынау атып тұрып, сен неге Өтебайсың? Соны мен енді Өтебаймын, тәңкіл әкем Өтебай десе, бір уақытта үйге келіп алып, ұзынан түсіп жылап жатыр. Неменеге жылайсың? Апам сұрайды енем. Неменеге жылайсың? Ана кім Әміролда Өтебай болып кетті. Ол менің бауырым еді, төрт қарет неғып Өтебай болып кетті, менің бауырым еді. Соны айтты, енді ол үйленді, сен үйлендің. Әрқайсың өзің әкеңдердің атын шығару керек қой. Дұрыс қой, енді тәңкіл Өтебай, ол не Өтебай болмайды деп. Соны әлгінгі дейін жақсы көреді, молочный братья деп. Ол да сол енді. Сүт анасы бір. Ана сол Әміролдаған шешесі Қаржаудың қызы ғой. Қаржаудың қызы. Баяғыда апамда тәңкілдегі қыз деп отырады. Иә, Молдаштағы қыз, әлбекер қыз, тәңкілдегі қыз деп. Енді Әміролда кейіннен сол мен енемнен естігенімді айтсам айтады ғой. Ой, астапыралла, мен ана апамды дейді, туған емес екен деп ойламаппын дейді. Мені дейді мектепке, ана недегі біздің үйдің бер жағында, Моншаның жанында мектеп болды ғой. Сол мектепке дейді, апам арқалап апарады дейді бірінші классқа. Сол мен мектепке кірсем, ол ана мектептің жанында қарама қарсы дәл тас тұратын дейді, сол жерде отырады дейді ана кісі. Күтіп отырады. Күтіп отырады дейді. Шыққаннан кейін қайтадан арқалап қайтады дейді. Сонда ол маған өгей дейді әуелде, тым маған. Бірақ соншалықты қалай мейірім түскен дейді. Сол біздің енді бір үлкен енеміз екен. Біз емізген ғой. Жоқ, емізбеген. Апам емізген, енем емізген екеуі. Одан басқа үлкен енеміз болған. Менің апам, Ыршан апам айтамын. Кейін жаңағы Смағұл атамды итжеккенге айдап кеткеннен кейін халық жауы деп айтады, қодалайды деп. Апам екеуі ғана қалған ғой. Қайтадан күйеуге тиген екен ғой, сонда ана ауылдың кісілері. Қожағали туған. Иә, Ахет деген алшын. Ахет деген ұстау болыпты. Ұстау болыпты. Ел алшын екен. Соны сол кісіге тиген екен, ана халық жауының әйелі баласы деп қодалайды деп ол кезде сондай еді ғой. Сонда жаңағы тиіп алды дегеннен кейін жаңағы ұста алшын екен елі, Ахет деген атаға тиген екен. Кейін соның Қожағали көкемменен Мәрзен көкем туған ғой. Оны енді папам айтып отыратын, мен енді осы артындағы балаларды асырайын деп, шешем 13 жастан ақ отырдым деп, ұзын уақытта тұрды ғой кісілер енді. Сонда ұзын уақытта 13 жастан еңбекке араластық деп айтып отыратын. Кейін жаңағы армияға барып келді, сосын анау неде Кузнецкіда неден өтіп келген екен, стажировкадан өтіп келген екен, партшколға барған. Папам енді өмір жолындағы оқыған кездері, жұмыс жасаған кезде сонда жаңағы артындағы әйна жетімдерді қалтырма бір жаққа қызметке кетем десе айтып кеткен, мына жетімдерді кім асырайды деп апам. Отыр үйде мыналардың бәрін асырайтын адам керек деп. Кейін сол жаңа сіз айтпақшы өскеннен кейін енді Қожа көкемдер Абайда главный инженер болып істеді ғой. Сол кездерде бір кісілерді тауып сол жерде біз алшынбыз деген кезде папам кәдімгідей жаман болған, біз алшынбыз деген кезде енді ойлаңызшы, өскеннен кейін мыналар өздерінің елін тапты. Сонда әйтпесе елге бөлінбейтін жаңағыдай баламашылық қой. Жоқ, Қожағали бізге де келді ғой, біздің қалқызға да келіп главный инженер болды ғой. Иә, осы қалқызды бітірген екен. Бір бетке адам болды ғой. Бет жүбар жүзің бар деп айтып айтты. Сол Қожағали келгеннен кейін колхозшылар не алды отпусқа.
Иә. Бүгін вообще отпуск дегенді білмеген ғой. Халық отпуск деген. Отпускная компенсация. Олар сонда қандай қызметке келген ол кісі? Главный инженер. Главный инженер болды. Қазылдың мехмандық деген екен. Иә, Қалпылда главный инженер болды. Сол қазір главный инженер болып тұрғанда Баяғы халыққа отпуск алып берді. Кезекті демалыс деген білмейді екен. Қасында да майлайсыңдар келіп, майлайсыңдар келіп шаруа көрсетеді екен. Ой, майлаған жоқ десе, бәсе майламағаннан ұрыстық болды. Қожағали Ақсақал, главный инженер бізде. Соның таңертеңгісін бір пачка беломорын алып келеді, тағы қоятын диспетчерскийде. Иә. Енді сұлдық көп мәшіне ғой. Тартып жатады, тартып нетіп жатады, уже бітеді. Неше түрліні айтып, енді тәртіп керек қой. Тәртіп жоқ, қалай болса кеткен адам ғой мысалы ауылда. Содан кейін алады да ұрсып нетеді темекі пештейді. Содан мен электрикпін. Одан кейін Өміртай марқұм Керім екеуі Алматыда жүретін болды. Содан кейін енді запчасть Тілеубай Ақсақаловтың запускалап бір динамо кетті. Енді оны қайдан білмеймін кімге алды. Мен электрикпін, 4-5 динамо жасап қойған, бәрі істейді көрді. Содан бір мына динамоны тексерші маған. Тексеріп едім, істемейді екен. Содан кейін мен складта бір динамо бар екен, соны алып бер деді маған. Содан кейін айтты, мен Залбырға айтты, Ораз Ақсақал механик, Оразға айтты, маған бермейді ол кісі деп себебін Оразға айтты, динамоны алып кет, жаңа динамо. Әлгіні стендке салып едік, ол да істемейді. Сонымен қош, мен әлгі дайындап қойған 4-5 динамоны бәрі істемей қалды, стендті. Соған бір уақытта Қожағали Ақсақал келді, обедтен. Келді дағы, енді ол кісіні нетпей тұғын біледі. Ананың мінезі сондай ғой Қожағалиға. Соның олай бұл, не біледі дейсің, бәлем бәштіген деп, ауыл институт мысалы қызыл дипломын біледі. Қызыл дипломын бітірген. Содан нетті да, мұнау істемейді, бәлем бәштіген, анақ мұнақ деп сөйлеп еді, әкер оны не істедіңдер болған? Алып салып еді, істемейтін бол. Мен 4 динамоны істеп тұрған динамоны мен дайындап қойған деп сөйлеп, бәрі істемейді деп сөйлеп. Оны шунтовать еттің бе деді? Оны мен қайдан білейін шунтовать еттің дегенде. Оны шунтовать ету керек қой. Деді тағы замыкать етіп, шунтовать етіп жіберіп еді. Әлгі 5 динамо да істеп кетті. Жаңа динамо да істеп кетті. Өміртай марқұмды динамосы істеп кетті. Бәрі динамо да істеп кетті. Одан кейін мен айттым Өміркенге, сен қайсысын саласың? Деп сөйлем, жағын салайын деп. Жағын салсаң, ананы мен алып қалдым берейді деп. Сол менің кетті соны. Содан кейін ана бір 10-15 комбайн шығады ғой неге, хлеборкының алдында кәдімгі ремонт жасайды ғой. Көп трек комбайнерлар. Бір жатқа көтермей қойды. Оны естігенім енді. Содан кейін бәрі көтермейді жатқа нетпейді. Содан кейін кім Қожағали Ақсақал кепті дағы. Нетеді, бәрі жасайды, көтерілмей жатқа. Мұна бас неменеге алтынға бітірген деп пәкке жібереді. Содан кейін соның ойбағына өлтірдік қой мына Қожағали деп бәрін жағылып, көтеріп, бүйтіп, отырғызып, нетсе, поп механик, снабженец поп. Оның попқа задание беріп жатыпты. Осылай, не распределитель алып келіп, бәлем бәштімен деп Қожағали бәрін, мұны содан мүмкін істемей тұрған шығар деп бәрін айтса, поп барыпты дағы бір жерін енді воздух болған болу керек. Әгер неден цилиндрден воздухын жіберсе, бітіп күшетіп, бәрі істеп кеткен. Сонда бұл алтынға неге бітірген бастап. Сонда болады. Абайдың мүтімісін қандай? Керемет қылса іштегі жоқ болған. Қандай жасады? Колхозда отпускының алып соның өзінде мұтым ешқандай отпускінің жоқ, ішеге жоқ. Соның кейін бір күні ақша да алмайды. бәрін түгел нетіп, отпуск бермейді, бірақ отпускның компенсациясын төлетті. Сол кісінің арқасы. Бүкіл халық отпускын. Біз енді төбеде әйтеуір Қожа көкем мен Мырза көкем кітаптарына тескізбейтін ғой мамам. Төбеге шығамыз ғой, сонда жаңа бүткіл мехматтың, қазір мехматтың бүткіл физикасы да,
бүткіл механикасында сол жерде кітаптың библиотекасы бар болатын, соны отырып оқитынбыз. Енді сол кісі ана үйге келген кезде мен қатты жылап болдым да ұйықтатпайды екенмін. Таңғы 5-тен жылаймын деймін, міне тоймай жылаймын ғой деймін. Сөйтсе осы ағамның осы қызына мен бір механический бесік жасап бермесем дейді екен, ана өзі механик болып бітіргеннен кейін, ана механиканы бітіргеннен осыған бір бесік жасап бермесем деп айтады екен. Мына таңнан бастап жылайды деп, таңғы 5-тен жылайды екен, сонда айтады екен, мына ағамның осы қызына бір бесік жасап бермесем механический деп. Бесік тоқталса бітті, видимо, мамам тұрып кеткенде мен бақырып жылаймын ғой деймін. Сондай мәселені айтып отыратын, көкелердің сондай қолынан іс келетін. Екен енді әкесі ұстап оған ғой, содан да ма деп ойлаймын. Темірге жақын. Мен 1943 жылы 28 сентябрь күні дүниеге кеттім. Содан Бүгін туған күніміз. Алдында дөр түсіріп кеткен. қай жылы екендігім, осы 1-ші класстан онда Қоңырда МТС болған. Орыстың балаларымен бірге 1-ші класстан 7-ші классқа дейін орысша оқыдым ауылда. Орысша жақсы білетін сонда. Содан енді орыс деуге де болады. Әскерден келгенде орысша, қазақша жақсы сөйлемей қалғанмын. Ойланып. Жолтайдың арқасы ғой орысша. Содан 7-ші класста ауылда бітірдім дағы, Зері совхозда, Жасалапский средний школда 8-9-10 сол жерден бітірдім. Сол 62 жылы. Содан 62 жылы күзде әскерге кеттім. Дальний Восток, Тихоокеанский флотта 4 жыл соғыс кемесіне служит еттім. Верхоянский. Иә. Содан 66 жылы ауылға келіп, автошколаға барып, осы жерде Талдықорғанда бітіріп, 67 жылы майдан бастап, сол Ильич атындағы колхозда шопыр болып бастадым. Содан 2006 жылға дейін шопыр болдым. Колхоз тарады ма? Иә, 2006 жылы колхоз тарады. Колхоз тарағаннан кейін мен как раз 2006 жылы пенсияға шықтым. Сол 66 жылы келдім, мәскеу 67 жылы келіп үйленіп, 68 жылы Айгүл деген қыз келді. Сол қазір сіздің водительский удостоверение алған правоталон дейтінен Айгүл кішкентай кезінде. Иә, Жакен ғой айтады. Жакен правоталон дейтін ол да бір тарих. Ол уақытта Керім аға да тірі. Бір адамды ешкімге соттатпай, бір адамның правасын алдыртпайтын ол кісі Керім аға. Барлығы бұлардың правасы түгел сол кісінің сейфінде тұрады екен, Нұртайдың айтуы бойынша. Бір милиция тоқтатса да бәрі праваны алмайды екен. Өзі сот, прокурор болып тұғай. Өзі сот, өзі прокурор. Мен 1941 жылы Ақтасы деген ауылда туыппын. Ол уақытта соғыс басталған кез ғой. Соғыс басталған кезде сол Ақтасыда сауын құрты болған ғой. Сол сауын құртында менің шешем сауыншы болған. Сол жерде содан туыппын сол жерде. Содан шешем сол сауыншы болып жүргенде ол сол сауын құртында кәдімгідей бұқалар болады екен. Сол бұқалар кәдімгідей шешем мені емізуге бара жатқан кезде қарыннан іліп жарып жіберді. Содан мені ол уақытта осы мына кімге Тұрсынғалидың әкесіне тиген ғой бұл кісі. Ана Тұрсынғалидың әкесінің шешесі қайтыс болып кеткен ғой. Сол қайтыс болып кеткеннен кейін сол әкем менің шешемді алған. Сонда мен туғанмын. Содан Ақсу жаққа кеткен ғой бұл кісі. Ақсу жақта 4 күнде болғанда содан жаңағы ішін жарып жүргеннен ішін тігіп, соны Ақсу жаққа кеткен ғой. Сол Ақсу жаққа барып, сол Ақсу жақтан Нүсіп деген кісі болған. Баласы жоқ екен, ешкім жоқ екен. Мен жетім қалдым ғой енді. Мен жетім қалғаннан кейін сол Нүсіп деген кісіні шақырып, сол кісіге мені балағып беріпті. Сол кісілердің қолында өсіппін. Содан Ақсудан 10-шыны бітірдім. 10-шыны бітірген кезде мені 2 бауырым іздеп келді. Тұрсынғали менен Болатқан деген бауырым жаңағы. Содан Тұрсынғали іздеп келіп, содан мен Қоңырға келдім. Қоңырға келдім. Мамаңыз өліп қалды. Шешем өліп қалды да мен өзім басқа біреудің тәрбиесінде өстім. Содан Қоңырға келдім. Қоңырға келгеннен кейін
сауын құртына 1 жыл жұмысқа бардым. Әлгі оқуға түсейін дедім ғой, енді оны бітіріп келгеннен кейін оқуға түсейін деп, содан оқуға түсейін деп неткеннен кейін сол жердегі 2 жылдық не керек деді ғой, стаж. Сол стаж толтырам деп, содан мен кәдімгідей фермада жұмыс жасадым. Содан фермада жұмыс жасап жүріп, содан Қоңырға келіп, Қоңырда мен жұмысқа тұрдым. Мектепте істедім, лабораторияда істедім. Содан сөйтіп істеп жүргенде Өміртайға тұрмысқа шықтым. 71 жылы ол қайтыс болды. Сонда мен 29 жасымда жесір қалдым. 4 бала менің. Сол балаларды өсірем деп күндіз түні еңбек еттім. Неге? Содан конторға жұмысқа кірдім. Одан отдел кадр болдым, бастықтың секретары болдым. Содан сөйтіп бірте содан диспетчерский оператор болдым. Сол диспетчерский оператор болып жүргенде одан кәдімгідей колхоздың бас диспетчері болдым. Солай жұмыс жасадым. Содан сөйтіп жүргенде мен депутатқа өзім түстім. 3 адам түстік. 3 адам түскеннен кейін мен ұттым да, сол мен 5 жыл депутат болдым. Колхоздың бүкіл жұмысына қатынастым десем, өтірік айтқаным болмас. Барлық правление, барлық жиналыс, аудандық жиналыс, облыстық жиналысқа дейін, конференцияға дейін бәріне барып қатынасып жүрдім. Ең алғашқы депутаттың ең алғашқы қарлығаштары біз болдық. Содан біз кәдімгідей уже депутат болып жүргенде мәжіліске депутат болдық қой. Содан мәжіліске депутат болып жүргенде біз сенатқа депутат сайладық. Ең алғашқы сенатқа біз сайладық депутатты. Қай жылы? Соның қай жылы екенін ұмытып отырмын. Ең алғашқы қарлығашы біз болдық. Содан сөйтіп балалар жетіп әйтеуір. Содан колхоз тарай бастады. Колхоз тарай бастағаннан кейін пенсияға шықтым мен. Пенсияға шыққаннан кейін сол үйде отырып қалдым. Балаларымыз тәрбиелеп, барлық балаларымыз қазір бір үй. Қанша уақыттарыңыз бар? Немере шөбере балалардан? Менде 12 ме 13 шөбере бар. Балалардан тараған 12-13 шөбере бар. 15-тей немере бар. 4 бала. 4 бала. Сол 4 баланы өсіріп жеткізіп, бәрін үйгіп, жалғыз өзім еңбек етіп, сондай колхоздың барлық өміріне қатынастым десем, өтірік емес енді. Бәрін көрдім, любой бастықтарда жұмыс жасадым. Мен жаңағы Керімнің тұсында ғана жұмыс жасағам жоқпын. Себектің тұсында да жұмыс жасадым, Асылдың тұсында да жұмыс жасадым. Одан кейін бастықтардың бәрінде жасадым. Жангелді ағамның тұсында да жасадым. Барлығын. Барлық тарихты бүкіл колхоздың мәліметі, бүкіл колхоздың несін біз беріп отырдық. Мен оқу бітіргем жоқ. Керім ағаны кішкене сипаттап кетсеңіз? Керім ағаң, ол енді ол кісі бар ғой. Ол кісі өте сондай мейірімді кісі болды. Бірақ елдің бәрі ол кісіні бір қатал деп сенетін. Қател деп дейтін. Бірақ қатал емес болатын. Ол өмірінде жаңағы айтып отыр ғой, бірде-бір адамын сотқа беріп көрген жоқ. Бірде-бір адамын шашау шығарып көрген жоқ. Ол енді жұмыс жасады, бұл кісі бар ғой. Бұл кісі күндіз-түні жұмыс жасады. Менің күйеуім соның шопыры болды ғой. Тура таңғы сағат 1-де ме 2-де ме келеді. Жаңағы егінді аралайды, барады, айтып, қойшыларға барады, сиыршыларға барады, айтып барлық. Одан неге кетеді, облысқа кетеді, одан ауданға барады. Сода сөйтіп жүрді ғой бұл кісілер. Сонда таңғы 5-те қайтадан тұрып жұмысқа кетеді. Сонда жаңағы 4 сағат па 5 сағат қана дем алады. Жаңағы шопыр. Ал енді қай уақытта болсын дайын тұрады, 2 машине. Біреуі Волга, біреуі не? Агашса дейді. Сонымен жүрді. Бір күн тоқтамайды машине. Машине бұзылса түнде көп жөндейді. Түнде көп жөндейді, түнде қайтадан таңертең ана машине сау болып тұрады. Да қайтадан кетеді. Қойшылар исаға деген ғой, таңғы 4
6, 5'lerde, 7'lerde уже örü керек болды. Су бармай, сен суғардың ба деп, сол суғарған, жем берген, неткен бәрін таңертеңсін ертеге тексереді екен. Бәрі шабады. Енді таңғы 5-те шығады ғой. Таңғы 5-те шығады да уже арылайды. Қояндыға барады. Уже бәрін қояндыға барады, ана қояндыға барады, қояндыда бәрін аралап шығады. Қандай кемшілік бар, қандай не бар, соның барлығын. Иә. Содан бізде колхозда 3600 гектар не болды, 3900 не болды ғой. Егін болды. Егін. Сол уақытта 3900 гектар кәдімгідей бізде егін болды. Сол егінге дейін, соның шауып жатқанда комбайнерына дейін, соның барлық несіне дейін, ең ақыры көшеді ғой. Сол көшкенде бүкіл жина шақырып алып бәрін шопырлардың барлығына. Кімді көшіретінін, кімді нететінін бәрін сұрап, соның бәрін бекітіп, сөйтіп кететін ғой. Бәрін. Сондай қажырлы жұмыс жасаған адам ол кісі. Ең ақыры айтып отырмын ғой, бүкіл колхоздағы таш ең орталық тас жолды да сол кісі салғызды ғой. Сол кісі салғызды. Енді осы мына детсатты ғана Жангелдіға жүгіріп жүріп Алматыға барып нетіп жүріп салдырды. Басқа мына контор, клуб, гараж, қырман, больница, в общем барлық дүниені, монша, соның бәрін терім салдырды. Күнделікті бір тапсырмасымен Иә, күнделікті. Өйткені ең ақыры мектепке дейін баратын ол кісі. Бұл кезде халық саны қанша? Ой, бізде көп болды онда. Ол уақытта көп болды. Өйткені қосылды ғой бәрі. Қызылжұз қосылды, Ұзынбұлақ қосылды, Тасбұлақ қосылды. Барлығы қосылып уже бір колхоз болды ғой. 7 бөлімшеге қосылды ғой. Соның барлығының, әр баланың қай үйде қандай не бар, соның барлығын сол кісі біліп отыратын. Енді Жангелді ағаға бала айтсаңыз? Жангелді аға ол кісі, мына неден келдік бұл кісі? Бұл кісі? Ауылда істеді ғой, сөзді Керімнің тұсында парторг болды ол кісі, парторг болды да, бұл кісі главный агроном болды. Жаңағы айтып отырғаным сол 3900 гектар жер, сол уақытта біз мәлімет береміз ғой. Қанша гектар жер бар бұл жерде, бүгін қанша бидай түсті, қанша бидай неге кетті, өкіметке кетті. Соның барлығын мәліметін біз береміз. Мына сүтті де, барлық етті де, бәрін біз береміз сонда. Сонда ол кісі, оның кейін көшкен тауға кетті, неге кетті бұл кісі? Қапалға кетіп бар. Абайға бастық болды ма? Абайға бастық болды, Абайға бастық болғаннан кейін бұл кісі, содан бұл кісі Қапалға сельхозуправление, главный, сол сельхозуправление главный агроном істеді. В общем, бұл кісілерде талай қызмет жасап, талай тер төккен адам ғой, біздің ауылдың азаматы. Енді ол кісілерде күндіз-түні жұмыс жасады. Күндіз жұмыс жасады. Керім, Қарлығат әте Керім ағаның қарындасы болды ғой. Қай уақытта болсын Керім аға қасына отырғызып қоятын. Менің қарындасым деп. Енді араласып жүргеннен кейін бірге барамыз ғой. Бірге барамыз, тамақ ішеміз, кейде шақырады, кейде ресторанға бірге барамыз. Сонда талай рет бірге болдық. Апа, Қоңырауылдың тарихын айтып, сол кезде жұмыс істеген кісілерді айтып айтып кетесіз бе? Иә, ол уақытта енді көп болды ғой, жақсы жұмыс жасаған адамдар көп болды. Мысалы, мен жаңа Тұрсынғали бауырым бригадир болды, талай орден медальдармен наградталды. Сосын кейін мен қайнаған болды, Смайыл Қабиден деген кісі. Ол кісі тракторист болды. Анау Ақтастыға дейін не таситын, шөп таситын. Ол кісі де құрмет, еңбек қызыл ту ордені, құрмет берді. Ленин ордені болды.
Жоқ. Жоқ, Ленинорден соқ Абидинаға да болды. Абидинде болды, деген ұзақ кім әлкеде болды. Иә, сол Өмірбеков Әлке деген ол кісі де тракторист болды. Сондай жақсы майталмандар. Абылқасымов Қадыр деген болды. Мына қойдан бірінші 180-нен қозалған кісі атақты. Соны Қадырдың әйелі Абылқасымова. Ол кісі жоғарғы советке депутат болды кәдімгідей. Иә, сол ненің арқасында, еңбектің арқасында, сол қойдың арқасында. Бізде талай майталмандар шықты ғой. Біздің сөзіңізді жалғасып, менде мынандай бір информация бар, жаңа айтып отырған. Өмірбеков Әлке Ленин орнын алған екен. 81 Өмірбеков Әлке. Әлке алды, иә. Смайыл Қабиденаға Октябрь революция орденін алды. Бәсе сонда. Онан кейін кім? Баяхмет Тәжібай, Жандосов Өмірзақ, Жабышев Сұлтан, Қайырбеков Ораз, сосын бригадир Биғалиев Тұрсынғали еңбек қызыл ту орденін алды. Как раз сол ана 80-81 жылдар басылып келгеннен кейін осы ауылда осы адамдар орден алған екен. Бір жыл. Сонан кейін кім бар емес пе? Жаман Баланов деген бар ғой. Жаман Баланов деген қойшы болған ғой. Ол кісі еңбек ері деген атақ алған. Еңбек орден трудовой славы бірінші есебін. Мен де енді одан кейін мен орден трудовой славы третий степені мен алдым. Қожа Ахмет екен. Енді көрдіңіз ба? Жәкенің тұсында как раз. Кім бар ғой ана кім? Жаман Баланов деген болды ғой, білесіз бе? Білесіңдер ме? Иә, ол кісі еңбек ері болған кісі. Ол кісінің атында көше бар. Мысалы, мен қайнағамның атында да көше бар. Керімнің атында да көше бар. Бірақ енді ол Керім атында көшені мен өзім кішкене неттім сол уақытта. Бір кішкене ғана көшені ғана қойып қойыпты. Мен айтам, кішкене ұзындау көше қою керек еді. Әлкенің атында көше бар. Әркімнің өз көшесін қойды ғой. Әлкенің атында да көше бар. Керім ағама орталық көшені беру керек. Жетісу облысының Ескелді ауданының Қоңыр ауылының тарихы бүгінде жазылып жатыр. Бұл тарих әрине анау тарихтың тереңінен басталатын. Қазақтың тарихы сияқты бұл да әр ауылдың тарихы өзінше бір үлкен тарих. Кейінгі ұрпаққа өнеге болатын осының басы қасында үлкен жауапкершілікті алып тарих жазам деп жатқан біздің класстасымыз Нұрлан Қалқауылына көп рахмет. Бұл ісіне Алла береке берсін. Және де әр ауылда әр азамат өзінің сіңірген еңбегі бар. Әр ауылда әркімнің ата бабасының сіңірген еңбегі бар. Сондай еңбектің барлығы ескерілсе екен, тарихта қалса екен деген ұрпақтар бар қазір қалған. Соның барлығы ескеру үшін әрқайсымыз үлес қосуымыз керек. Келешек ұрпаққа өсиет, ертеңгі ата бабаларымыз қайда өмір сүрді десе, қандай еңбек етті десе де мақтанышпен айта алатындай. Атағын көтеретін. Үлкен ішінде енді мақтан тұтатын азаматтар бар. Сол бәрі бекерден бекер келген жоқ қой. Ол жаңағы Кеңес одағы кезіндегі, Кеңес одағына дейінгі кезеңдегі дүниеде біздің ата бабаларымыз осы қазақтың тарихын жасады ғой. Сондықтан да бұл ертеңге өнеге болатын, ертеңге тарих болатын дүние деп ойлаймын. Біз енді Қоңыр ауылында дүниеге келген түлектерміз. Енді ол Кеңес одағы кезінде 1967 жылы дүниеге келдік. Біздің аталарымыз, біздің әкелеріміз, аналарымыз сол Қоңыр ауылының қалыптасуында, Ильич атындағы колхозда өздерінің табанақы маңдай терімен еңбек еткен азаматтар. Енді мен өзімнің әкем Ысмауыл Қожауыл 1928 жылы дүниеге келген. Сол дүниеге келгеннен кейін соғыс басталған кездерде, ол кісі 13 жаста. Енді ер азаматтардың бәрі соғысқа кеткен кезде, ол кісілер атқа мініп, сол кезде бригадада жұмыс жасап, сол кезде елдің еңбегіне араласып, бидай болсын бидай орып, еңбекте тылда егетте жұмысқа араласқан кісілер болатын. Енді өйткені өзінің әкесі сол жылдары дүниеден өткен, сол анасыменен анасының қасында қалған өзінің бауырларымен барлығын көтеру үшін үйге бас көтеретін азамат болған. Сондықтан да адал еңбекке
жауапкершілігі жоғары, сондай халыққа қамқоршы, қиындықты көрген азамат болды. Әкем партия қызметкері болған. Енді әкемнің өмір жолын қарап отырсам, әскерде болған, әскери борышын өтеген. Сол кезде Кузнецк қаласында үлкен бір оқу орындарына барып оқу оқып келген. Сол кезде енді 48-49 жылдары еңбек жолын бастаған екен. Сол жылдан бастап ауылға қызмет еткен азамат, партия мектебінде оқыған, және ол кісі ауылдық советте депутат болғаны. Енді папамның партияға өткен жылдары жазылады, 56 жылы партияның қатарына қабылданған деп. Және де сол партияның қызметкер ретінде істеп жүрген кездегі еңбектерінің барлығы тарихында жазылып тұр. Енді сол ауылдың басшыларымен бірге ауылдың белсендісі болған. Енді атқамінер азаматтың бірі болған ғой. Сонда сол колхоз болып колхоздастырылғаннан кейін бірнеше ауылды қосып, Ильич атындағы, бірінші Ленин атындағы, оның Ильич атындағы деп тарихта айтып жатыр ғой үлкен кісілер. Соның барлығында өзі еңбегін сіңірген азаматтың бірі әкеміз. Анамыз да 1930 жылы дүниеге келген. Рахметқызы Жалғас. Ол кісі де өзі ауылда балаларды біздерді өсіріп, жеткізіп, 11 құрсақ көтергем деп айтады. Тіріміз 6 қалдықта, сол 6-ымызды жеткізіп, кейін бір ағамыз 38 жасында дүниеден өтті. Қалған бесеуміз қазір осы өмірде бала шағалы болып өсіп өніп жатырмыз. Шешеміз өзінің зейнетке жақындаған жасында үйдің жанындағы ауруханада санитарка болып жұмыс жасады. Пенсияға шыққан дейді, пенсия болсын, зейнет болсын, менде ақша болсын деп сол жұмыс жасады. Еңбекке араласты, балаларды ер жеткізгеннен кейін. Сондай жұмыстың ортасында мен енді 1974 жылы Ильич атындағы мектепке 1-ші сыныпқа бардым. Сол мектепте 10 жыл оқып, 1984 жылы аяқтадым. Мектепті үздік оқыдым, өте жақсыға 1-ші сыныптан бастап 10-ші сыныпқа дейін 5-ке оқыған оқушылардың бірімін. Және де өзімнің жаңағы тарихымызды бала кезімізден бауырмашылдыққа, ағайыншылдыққа, дос жаранға, туған туысқанға көмектесу деген мәселе, мейірімді болуға көмектесуге әке-шешеміз солай тәрбиелеген, және де еңбекте адал болу керек екендігін тәрбиелеген. Еңбектен қашпау керек екен, біз ешқашанда бір жалқаулық болған жоқ. Біз еңбекке кішкентай кезімізден әкеміз қызмет жасаса да, біз үйде еңбекке араласып, анамызға көмектесіп, енді жаңа әкем қызметте жүргеннен үйдің шаруасына араласпайтын, бәрін анамның мойнында болды да, сол сыртын жұмысы. Біз тек қана сол мамамның қасында үйдің шаруасына көмектесіп, еңбекке араластық. Бірақ енді жаңағы мектеп кезінде, ол кезде кеңес одағы кезінде қырманға жұмысқа апарады оқушыларды. Қырманнан да жұмыстан қалып көрген жоқпыз. Жүн қырқатын уақытта сондай науқан қалып баратын, ол жүн қырқатын науқанда да сол жұмысқа баратынбыз. Жаңа әкеміз қызмет жасайды деп қалып қалған жоқпыз. Үлкен ағаларым да, әпкелерім де, бәріміз де сол жұмысқа ерте араласып, елмен бірге жүріп еңбек еттік. Сондықтан да ол Қоңырдың тарихы, үлкен апалардың сіңірген еңбегін әкелеріміз де, апаларымыз да айтып отыратын. Қандай жаңағы еңбек еткен азаматтарды, мен енді папаммен бірге жұмыс жасаған осы Керім аға басшы болған, одан кейінгі Жангелді аға бізге көрші тұрды, және де біздің көршіміз Өрікбаев Саят деген аға біздің көршіміз болды. Ар жағында Көкенов Тілеубай аға деген ағамыз, мамам өмір бойы нағашы деп, әжемнің бауыры болғаннан кейін нағашы деп атын атайтын. Біз енді нағашы деп ойлайтынбыз, ол кісінің атын кейін барып біліп жатырмыз ғой, сонда ол қалай деп. Сондай үлкен кісілердің атын ататпайды, сондай бір тәрбие болатын, қазақи тәрбие еді, ұлттық тәрбие, біздің ата-бабамыздан қалған тәрбие. Содан кейін тазалыққа үйретті анамыз, әрқашанда үйде таза ұстау керек екендігін айтып, көрші-қолаң, ағайын-туған бәрі білетін еді менің мамамның тазалығын. Бір кесені жуғанда үш рет қайта жуады деп, орамалдар шатырлап әппақ болып тұратын деп, сондай да бір қызық әңгімелерін айтып жататын. Көп балалы семьяда өскеннен кейін біз көпшіл болдық, және папам жаңағыдай қамқорлық қажет ететін адамдарға әкем менен шешем екеуі көп көмектесетін. Жалғызбасты апалар, жалғызбасты аналар, соларға әрқашан өздерінің материалдық көмектерін беріп тұратын. Жаңағы келіп папамнан қызмет жасайтын болғаннан кейін малыма шөп керек еді, мына жерде жем шөп керек деген сияқты, көмір керек еді деген сияқты нәрселер болсын, ет болды, ет қажет десе қолы ашық болды. Шамасы келгенше сол кісілерге қамқорлық жасайтын еді. Өзінің артынан ерген бауырларына да үлкен қамқор болды. Қожағали деген інісі, Мәризия деген қарындасы болды. Солардың барлығының оқуы, қолдарына диплом алуы, еңбекке араласуының барлығы осы папамның қолдауымен болған дүние еді. Соның
білім алсын деп, балаларымның барлығы білім алсын, еңбек етсін деп соған жұмыс жасаған азамат еді әкеміз. Енді ешқайсымыз жаман болған жоқпыз. Сол ауылдың қазіргі уақыттағы тарихы, қазіргі уақытта жаңа мектептің қайтадан күрделі жөндеуіне де өзіміз үлес қосып ықпал етіп, біздің мектебіміздің тарихы анау 64-65 жылдар мектеп салынған деп айтады. Енді содан бері 60 жыл өтіп қой. Сол 60 жылда мектебімізге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Соған енді қаржы бөлеміз деген кезде біздің осы жердегі Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында көзделген дүние бар болатын. Соған қаржы бөлеміз деген кезде кәдімгідей бір бюджетте қаржы жетпей қалатындай да жағдай болды. Сол кезде анау жаңағы ұтып алған компанияның басшысы келіп, сіздің ауылыңызда, сіздің мектебіңізде осындай қаржы жетпей жатыр деген, қысқартайын деп жатыр деген кезде облыстың басшыларына кіріп, осы мектепке ұят емеспін, мен сол мектепті бітіріп едім, елдің бетіне қайтып қараймын, сол жерде қызмет жасап жүріп, ауылымда күрделі жөндеуге бөлініп тұрған ақшаны бөлгізе алмай қалсам, сондай мәселелерде бір әлгі бармақ басты көз қысты емес, ол жоспарлы түрде іске басатын дүние болған. Сондай дүниеде біз өзіміздің үлесімізді қосуға тырыстық. Яғни сол мектепке қаржы бөлініп, соның сапалы орындалуына қайта-қайта күрделі жөндеу жасап жатқан кезде барып, қандай мәселе керек, не салынып жатыр, не қойылып жатыр, ертең сапалы болсын, айналасы жақсы болсын деп, жобаға сәйкес болсын деп мәселелердің бәрін қарап, сонда жаңағы ұтып алған Нұр Шапағат деген компанияның басшысы біздің облыстық мәслихаттың депутаты Қайрат Кереев деген азамат, Нұрғабылұлы. Сол кісі өте бір еңбегіне адал, жауапкершілігі жоғары, өзінің ісінің маманы, шебері. Сол кісі сол жаңағы компанияның басшысы ретінде сол мектептің басы қасында күрделі жөндеуді үлесі жүрді. Әрине, ол жерде жұмыс жасайтын құрылысшылардың барлығының басы қасында болу керек қой. Сонда проектіге сәйкес келмейтін жерлердің бәрін сәйкестендіріп, мектебін сіздің мектебіңіз екенін ұятқа қалдырмайын деп, жаңа мектепті өте әдемі қылып күрделі жөндеуден жасап өткізді. Енді ол балалардың ертеңгі біздің болашақтың балалардың білімнің сапалы болуына, жылы жерде, жарық жерде оқуына, әйтпесе мектеп 60 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген, ол жерде терезелері ағаштарының краскасы қалыңдығынан жабылмайтын да. Бірнеше қабат целлофанмен жауып отыратын қыстың күні. Су құйды ғой. Соның барлығын қазір жып-жылы, жап-жарық мектепте балалар оқып жатыр. Енді біздер сол ауылдан шыққан азаматтар білім алдық, еңбектендік, жақсы, кейін институтта оқығанда да жақсы оқыдық. Сол елге қызмет етейік, ұрпақ жалғастырайық деп адал еңбек еткеннен кейін қазіргі балаларға да тілейтінім, мен үлкен бір жақсы мықты мектепте оқымадым, қалада жерде, не болмаса бір Астанада оқымадым деген әңгіме емес. Жай ғана ауылдың мектебінде жақсы оқып, мықтылар шығады. Сондықтан еңбектену керек, білім алу керек. Қазіргі білімнің заманы. Осы білімнің заманында айтарым осы біздің ауылдың азаматтарына, балаларыңызды білімге баулыңыздар, және оқып жүрген балаларды жақсы білім беретін ұстаздарға да айтарым, ол сіздерге берілген аманат. Ертең елдің болашағы сол жастардың қолында, қазақтың болашағы жастардың қолында. Сондықтан да қазақтың елін, баласын тәрбиелеп жатырмын деп қарау керек. Жалақыға ғана емес, сағатқа ғана емес, ертең осы балалардан бізге елді басқаратын азамат шығады деп тәрбиелеу керек. Жақсы білім, сапалы білім беру керек. Қашып пысып жүрген білімнен білім болмайды ғой. Одан ертең біз мысалы қандай адал ұстаздарымыз сабақ берді бізге, қандай сол адал еңбек етті сол ұстаздарымыз. Біздің Қорғасбек Жұмахан ағай деген ағамыз физикадан сабақ берді, Кәкен Төлебек қызы деген қазақ тілден сабақ берді, Сайлау Сәлімжанова бізге орыс тілінен сабақ берді. Орыс тілден енді өте жақсы сабақ берген ұстаздарымыздың бірі. Одан кейінгі Тұрсынбай ағай деген соғыстан кейін кісі қазақ тілден басында сабақ берген болатын, өмірді көрген адам бар. Сондағы сабақ берген ұстаздарымыздың ішінде Дәкен Төлебекұлы деген историядан, тарихтан сабақ берген, математикадан сабақ берген Шолпан Молдаханова деген марқұм қайтыс болып кетті. Одан кейін Шолпан Мақажанова сабақ берді. Бақас ағайымыз, Қырықбаев Бақас ағайымыз біздің соңғы 10-шы класстарда, 9-10 класста сабақ берген. Қайынса апайымыз физикадан сабақ берген. Сол ұстаздарымыздың барлығының еңбегін ақтадық деп ойлаймын. Өйткені сол кісілер шын адал сабақ берген екен. Бізге сол отаншылдыққа, елді сүюге, жерді сүюге, сол кезде бір патриотизм деген оятқан дүниелер сол кісілер оятқан еді. Елді сүю, жерді сүю, елге қызмет істеу, ешкімді алдамау деген сияқты мәселелердің барлығы. Сосын енді мынау көркемөнерпаздар байқауы өте көп болатын. Бізді билетіп те, ән айтқызып да, жан-жақты қылып, тек қана білім саласында ғана емес, спортқа да баулыдық, қаншама спорттық жарыстарға қатыстық. Мынау Зарница деген ойын болатын, әскери ойын. Сол ойынға біз аудан орталығына барып
сол Зарницаға қатысатынбыз. Ол кезде алғашқы әскери сабағы бар еді ғой. Сол сабақтарды жаңағы біздерде кәдімгідей мылтықтың оғын қалай оқтау керек, қалай жинау керек, мылтықты шашып тастап қайтадан жинақтау деген сияқты нәрсені реально өмірде нақты көретінбіз сондай дүниелерді. Қазіргі оқушылар көре ме көрмей ме білмеймін енді. Кітаптан көретін шығар мүмкін, білмеймін енді реально бар жоғын. Бірақ шын мәнісінде сол допты қолымызға ұстап, музыканы аппараттық инструментті кез келген құралды қолымызға ұстап, домбыра тартып қызып көріп, ән айтқызып көріп, бізді би билетіп, бізді сабағымызды да беріп, осындай бір жан-жақты қылып тәрбиелеген сондай сол кезде бір әдіс болып еді, методика сол кездегі. Қазіргіде балаларға араласам десе, спортқа араласуға мүмкіндік бар. Әртүрлі үйірмелер бар. Өнерге баулайын десе де мүмкіндік бар. Сондықтан да ұстаздар осы балалардың бойындағы жақсы қасиеттерін ашып, ары қарай жақсы тәрбиелесе деген ой. Енді биыл ауылымызда көше салынып жатыр, орталық көше. 1 километр 700 метр жер асфальтталып жатыр. Осы уақытқа дейін көшелеріміз жөндеу көрмеген болатын. Көшелерімізге жарық түсіп, мектептеріміз жаңарып, және де ауылда жаңа үлкен мәдениет үйі, бұрыннан келе жатқан мәдениет үйі қайта күрделі жөндеуге келмейтін болғандықтан ауылда блочный модуль не дейді, блокты модульді комплекспенен бір клуб орнатқан. Иә, сол клубтың ішінде бір 120 адамға сиятында үлкен залы бар, кітапханасы бар, кәдімгідей мәдени орталық болып тұр қазіргі уақытта. Әрине барлығы ауылдың барлығын осы тәуелсіздік алған жылдардан кейін де тозып кеткен ауылдардың бәрін көтеруге үлкен қаржы керек бюджеттен. Ондай қаржыны табу да қиын. Сондықтан да халық дұрыс түсіну керек деп ойлаймын. Бар дүниені ұқыптап, ұқсатып, осы бар дүниемізді қадірлеп, бардың бағалап, сол мәселелерді қадірін біліп жұмыс жасаса, сол мәдениет үйде, жаңа мәдениет үйі емес, ауылдық клубтың да жұмыс жасап тұруы, мектептің жұмыс жасап тұруы, спорттық шаралардың баяғыда үлкен спорттық алаң болмаса да, мектептің жанындағы спорттық алаңнан футбол ойнап, баскетбол ойнап, спорт залдан волейбол ойнап, баскетбол ойнап үйренгенбіз. Ненің не екенін білетінбіз. Қазіргі балаларға сондай дүниелерді көрсетуге болады, жоқ деп қарап отырмай, жоқтан ыңғайын келтіріп, егер жұмыс жасаймын деген адам болатын болса. Сондықтан да біз ауылымызда мектеп бітіргенімізге 40 жыл болды былтыр. 84 жыл аяқтаған, сол 40 жылдықта осындай идеяны Нұрлан Қалқауұлы көтеріп, Садақов, біз бәріміз ата-бабаларымызды жазайық, ата-анамызды жазайық, сіңірген еңбектер ұмыт қалмасын деп бастаған едік. Енді қазір ол үлкен тарихқа айналып, ауылдың тарихына айналып бара жатыр. Сондықтан да біздің ауылдың тұрғындары, ата-бабалар, біздің ауылда туған, өсіп өніп әр жерде Қазақстанның әр түкпірінде еңбек етіп жатқан азаматтар өздерінің ата-бабаларының тарихын айтып, естеліктерін айтып, маңызды құнды дүниелерді жазуына мүмкіндік бар. Сол мүмкіндікті пайдаланып жазу керек. Барлығы да біздің ертеңге қалатын тарих бұл. Ұрпаққа өсиетіміз қалатын. Сондықтан да бізде қазір бала тәрбиелеп, немере көріп отырған ата-аналарымыз, біз қазір құда-құдағи болып отырған адамдарымыз. Біз енді басқа үлкен кісілерге қарағанда жас көрінеміз, бірақ енді әке-шешеміздің осы сіңірген еңбегін айтып өтеміз. Енді папамның жаңағы аудандық советтегі депутат болғаны, мен қазір депутат болғанда айтамын, мен әкемнің жолымен келе жатыр екенмін ғой деп. Партия мүшесі болған, мен де партияның қатарында қызмет істедім 15 жыл, осы бұрынғы Нұр Отан, қазіргі Аманат партиясында басшылық қызметте істедім 15 жыл осы облыс орталығында. Соның барлығы ата-бабамыздың, әкеміздің жолымен келе жатқан дүние екен ғой деймін. Елге адал қызмет ету, қазақ елінің мәңгі болуы үшін өзіміз үлес қосу. Әркім әрине өзіне тамақ ішкенге, киім кигенге ақы табады, жұмыс істей алады, өзінің байығаны ол қажет емес. Ол мәселе ұрпақ қазақтың елі дұрыс тәрбие беріп, құнды дүние беріп, еңбек етуді, жақсы салт дәстүрімізді сақтау, ұлттық санамызды ары қарай жетілдіру, тілімізді сақтау, дінімізді сақтау, ділімізді сақтау деген сөз. Елге пайдалы болу, елдің азаматы болып өсіруіміз керек азаматтарды. Сондықтан да мен ойлаймын, әр азамат сөйтіп үлес қосатын болса, әрине айтуға болады, анау жаман, анау жасай алмай жатыр, анау сөйтпей жатыр, анау бүйтпей жатыр деп өткен іске сыншы көп қой. Бірақ сонда да болса, әркім өзінің үлесін өзі қосу керек деп ойлаймын. Сондықтан да біздің ата-бабаларымыздың сіңірген еңбегін біз тарихта жалғастыруымыз қажет деп ойлаймын. Осы тұста өзіңіз енді қанша қыз тәрбиелеп отырсыз? Мен 2 қыз, 1 ұлымыз бар біздің отбасымызда. Қазір Құдайға тәуба, барлығы үйлі болды, отбасы бар.
немерелеріміз бар. Немерелердің барлығының қызығын қазір көріп отырмыз. Алды мектепке барып, арты балабақшаға барып, қазір бізге жетістіктерін айтып қуантып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл арғай жалғасатын дүние болу керек деп, Құдайға тәуба. Тәуба шүкір. Сіз енді өзіңіздің әке-шешеңізден көрген мысалы тәрбиенің бәрін енді өзіңіздің бала-шағаңызға үйретіп, енді қазір келешек ұрпақ немерелеріңізді де бойына сіңіріп жатырсыз ғой? Бойға сіңіріп жатырмыз. Иә, балалардың әрқайсымен әңгімелесіп отырғанда осы ұлағатты сөздерді айтып отырамыз. Үйде балаларымыз, келініміз айтпай жатқан дүние болса, қызымыз, күйеу балаларымыз айтпай жатқан дүниелер болса, біз немерелерге соны жеткізіп отырамыз. Жаңағы әке-шешеңе көмектесуің керек, олардың көңіліне қаяу түсірмеу керек, жақсы оқу керек, ұстазыңның айтқан тапсырмасын орындау керек, бұзық болмау керек, тыңдау керек деген сияқты мәселелерді үйде де айтып отырамыз. Қазақ тілінде сөйлеу керек екенін, әрине қазір бізде тіл мәселесін көп көтереді, өте өзекті болып тұр ғой, ертеңгі кейінгі болашақ тілімізді ұмытып қалмасын деген дүние. Сондықтан да біздің қазіргі заманның тренді қазақ тілінде сөйлеу болу керек деп ойлаймын. Иә, соя тренд болу керек. Қазақ тілінде сөйлей аласың ба, сөйлей алмайсың ба деген мәселе. Сондықтан да балаларымызға қазақша, немерелерімізге қазақша сөйлейміз. Орысша араластырып жатса, таза қазақша сөйлей үйреніңдер дейміз. Енді мультфильм, анау көрген кезде кейбір сөздерді әсер етеді, кейбір сөздерді орысша қосып жатса айтамыз, жоқ, таза қазақша айтыңдар деп. Немерелерім де барлығы да балаларым да қазақ мектебінде оқыған. Қазірде қазақ тілдегі балабақшаға барады. Астанада тұрады, Алматыда тұрады, Талдықорған қаласында тұрады. Әр қалада, әр шаһарда қазақ мектебі бар. Жақсылық қой енді. Біздің заманымызда, біз мысалы институт бітіргенде, мен 89 жылы бітірген кезде, ойлаңыз, қазақша мектеп бітірген, қазақша институт бітірген біздер, қазақ мектебі жоқ. Аудан орталығында мен бұрын Талдықорған ауданы болған, қазіргі Ескелді ауданының орталығы Қарабұлаққа мен жіберді, жолдамамен жіберетін ғой ол кезде. Сол жолдамамен барған кезде ауданда 5 орта мектеп, 2 орталау мектеп бар екен, бірақ бір қазақ, бір сыныбы жоқ қазақша, орысша. Соны ойлаңыз, мен қазақша институт бітірген, қазақша мектеп бітірген бала, орыс сыныбында сабақ беруге тура келді маған. Арқамнан қара тер ақты ғой. Сол қара тер енді мұғалімдердің берген, жаңағы орыс тілден берген білімінің арқасында шығар. Жаттап түніменен пәнді жақсы білеміз, бірақ соны жеткізу үшін орысша жеткізу керек болатын ғой. Орысша методиканы білуің керек, балаларға дұрыс жауап беруің керек, өзіңді еркін сезінуің керек. Бүткіл қазақша білген дүниеңді миыңда орысша аударып тұрып сабақ бересің. Қаншама қиындық көрдік. Қазіргі мынау осы Талдықорғанда 89 жылы біз институтты бітірген кезде бір қазақ мектебі жоқ. Жалғыз Дәнеш Рақышев атындағы мектеп-интернат болатын. Ол да алыстағы, шалғайдағы малшылардың балаларын оқытатын орталық. Сонда осы қаладағы қазақ тілін балам ұмытып қалмасын деген элита, сол кездегі интеллигенция балаларын сол балалармен бірге интернатқа беретін. Интернатта қазақ тілінде оқысын деген, қазақ тілінде білім алсын деген жанашыр азаматтар, ұлтын жақсы көретін, отанын жақсы көретін, елін жақсы көретін, тілін жақсы көретін азаматтар сол жерде осы қаншама орыс мектептің ішінде отырып бір қазақ балаларын қазақ Дәнеш Рақышев атындағы мектеп-интернатқа беретін. Ол дегеніңіз біздің еліміз құрып кетпесін деген үлес ғой, ұрпағын ойлаған азаматтар ғой. Сондай қиындықтың ортасында біз тілін алып шыққаннан кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің тәуелсіздігіне қуануымыз керек қой. Тәуелсіз ел болдық. Біз біреуге бодан емеспіз. Біреу бізге менің тілімде сөйле деп жатқан жоқ. Біреу менің тілімдегі мәдениетімді дамыт деп жатқан жоқ. Басқа ұлт өкілдеріне біз мүмкіндік беріп жатырмыз. Осы жерде тұратын барлық этностарға, конфессияға, басқа дінге де мүмкіндік беріп жатырмыз. Бірақ әйтеуір біздің мемлекетімізде ел арасында, ұлт арасында бір алауыздық тудырмаңдар, дін арасында алауыздық тудырмаңдар. Мүмкіндігінше өздерінің тілдерінің мәдениетін сақтаңдар. Бірақ біз негізгі осы елді құраушы қазақ болғаннан кейін қазақтың тілін біз ешкімге сен үйренбесең құртамыз, сен үйренбесең қызмет жасамайсың деп жатқан жоқпыз. Заң аясында талап бар, қазақ тілін білу керек, мемлекеттік тілді білу керек деген дүниені біз құрметтеуіміз керек. Әсіресе өзіміздің қазағымыз құрметтеуіміз керек деп ойлаймын, сақтаймыз десек. Сондықтан да мен осы Қоңыр ауылының тарихына үлес қосқан барлық азаматтарға рахметімді айтамын. Барлық кластастарымның ата-бабаларын жазудан бастаған дүние ары қарай жалғасын тапсын, тарихқа үлгі өнеге болып қалсын деп ойлаймын. Уақыт алыстатқанмен жат өшірмейді, дауыстар бәсеңдегенмен мәні жоғалмайды. Бүгін айтылған әрбір естелік ертеңгі ұрпақтың шамшырағы. Себебі өткенін ұмытпаған елдің ғана болашағы баянды, ал Қоңырдың шежіресі сол болашаққа бастар жарық жол.